Ерлан Тынымбайұлы, сіз өзіңіз Жусан арнайы операциясының куәгері болдыңыз. Сол Сирия аумағына бардыңыз, қазақстандық азаматтарды оралтуға өзіңіз қатыстыңыз. Бұл операцияның ерекшелігі мен күрделілігі неде? Сол жөнінде пікіріңізді білдірсеңіз. Бұл шындығында да күрделілігі жағынан өте ауқымды операциялардың бірі болды деп айтуға болады енді. Әрине, осы тәуелсіздік жылдары Қазақстан өзінің ұлттық қауіпсіздік қамтамасыз ету бағытында түрлі шараларды қабылдады, қиынды күрделі шаралар қабылдады әр кезеңде. Бірақ дәл қазір уақытта Жусан операциясы қауіпсіздік қызметтерінің тарихындағы ең күрделі ауқымды шаралардың бірі болып қалатыны сөзсіз. Тек қана біздің елдің қауіпсіздік қызметтерінің тарихында емес, жалпы халықаралық деңгейде. Енді қазіргі уақытта Сирияда осы соңғы 3-4 күннің ішінде ахуалдың күрт өзгеруіне байланысты, ондағы күштердің арақатынасының қатты өзгеріске ұшырауының салдарынан бұндай операция енді тіптен жүзеге асырылуы күмәнді, кім тарапынан болса да. Сондықтан енді бұндай операция жүзеге асырылмайтын да болар. Күрделігі оның ауқымдылығында ең алдымен, себебі Сирия конфликтісінің басты ерекшелігі оған түрлі елдердің мүдделерінің араласып жатқаны. Көптеген күштердің мүдделері араласып кетті бұл жерде. Тікелей түрде бір-бірімен соғысып, қырқысып жатқан сол жердегі түрлі қарулы топтардан басқа Сирия конфликтісіне сонымен қатар әртүрлі геосаяси күштерде араласып, бұл конфликттің мазмұны күрт өзгеріп кетті. Сириядағы белгілі бір әрекеттерді жүзеге асыру үшін бір тараппен келісу қиын. Ол үшін бірнеше тараппен 5-6-10 шақты тіпті одан да көп тараптармен келісіп, ол келісімді жүзеге асыра білу керек. Сондықтан Сириядан жүздеген азаматтарды қайтару үшін Қазақстан жағы Сириядағы ең алдымен әртүрлі ішкі жауласушы жақтармен тең келісімге келді бірінші деңгейде. Екінші деңгейде Сириядағы процеске араласып отырған, ықпал етіп отырған басқа сыртқы күштермен, түрлі күштермен келісімге келе алды. Бұл осы жағынан әрине ең үлкен қиын болды. Себебі бұл күштер өзара бір-бірімен қарамайшылықта отырған күштер. Ал олардың барлығымен келісіп алу бұл әрине қиын болды. Бірақ бұл жерде енді Қазақстанның бұл жерде үлкен рөл атқарған саяси беделі, Қазақстан басшылығының саяси беделі, Қазақстанның арнаулы қызметтерінің, ұлттық қауіпсіздік қызметтерінің беделі де үлкен рөл атқарды. Біз осы жылдары, мен ойлаймын, қалай Ресей, Америка, сонымен қатар таяу шығыстағы елдерге өзімізді сенімді әріптес ретінде көрсете білдік. Сондықтан олар тарапынан бізге қандай да болса бір сенімсіздік, күмән болмады деп ойлаймын. Екіншіден, бұл операцияны жүзеге асыру үшін үлкен ұйымдастырушылық ресурстар керек еді. Ол кейбірлер ойлағандай барып келіп, ұшаққа тиеу салу операциясы болған жоқ, шын мәнісінде. Оны ұйымдастыру, жоспарлауы үлкен күшті талап етті, дайындықты талап етті. Бірнеше ай ұзақ дайындық жұмыстары жүргізілді. Оларды алып келу шаралары, оларды орналастыруды мәселесін шешу керек. Оларды елге алып келгеннен кейін олармен дерадикализация бағытында сәйкес жұмыс жүргізілуі керек. Осы бағытта түрлі жұмыстар қамтамасыз етілді ең алдымен. Бұл Жусан операциясын жүзеге асыру бір бөлек, оны жүзеге асырмай тұрып, ең алдымен ертең елге қайтарып келгеннен кейін ол соның ішінде балалармен дерадикализация бағытында қандай
реабилитациялық жұмыстар жүргізіледі. Сол бойынша жоспар жасақталды, құрылды. Содан кейін ғана барып, яғни тиянақты кейінгі жағдайды ойластырып алғаннан кейін ғана барып бұл операцияны ұйымдастыру мәселесі қолға алынды. Яғни кейбір жағдайлар болады, бірдеңені бастап алады, сосын оны орындағаннан кейін, ал енді не істейміз? Жоқ, бұл шаруа қалай жүзеге асады ертең, соны бәрін қамтамасыз етіп алып, жауапты органдардың міндетін, несін бәрін анықтап алғаннан кейін, оны тиісті үкіметтік деңгейде бекітіп алғаннан кейін, оған қаржылық ұйымдастырушылық мәселелердің барлығын жиынтығын шешіп болғаннан кейін барып, енді осы әйелдер мен балаларды қайтару қажеттігі жөнінде мәселе қозғалды. Бірден келісімге ешкім келе қойған жоқ, себебі мемлекеттік билік органдарының арасында да әртүрлі позициялар болды. Алып келуге де қатысты, қайтаруға да, қайтармауға да байланысты позиция жақтаушылар болды. Бірақ түптің түбінде бұл мәселені оң түрде шешімін табылды, себебі ең алдын кезекте бұл жерде тұрған әйелдер мен әсіресе балалар, себебі қаншама азаматтар қайтарылды, оның өзіңіз білесіздер, едәуір басым көпшілігі негізгі елге қайтарылған олар балалар. Егер ол балалар қала беретін болса, енді бұл тағы да басқа әңгіме. Сондықтан бұл өте күрделі операция ұйымдастыру жағынан ең алдымен болды. Оған өте үлкен күш жұмсалды, өте үлкен дайындық жасалды. Бірнеше ай, бірнеше апта бойы тиянақты түрде ол жердегі ертең іс-шаралар қалай жүзеге асуы бойынша сағаттап, минуттан жаңағы дайындықтар болды. Сол уақытқа үлгеріле ме, үлгерілмей ме деген секілді арнайы әскери ұшқыштардың араласуы талап етілгеннен кейін әскери ұшқыштармен де тиісті консультациялар, олар өз тарапынан дайындық жұмыстары, қандай ұшақ қажеттігі жөнінде, яғни барлығы қамтамасыз етілді. Тіпті жаңа балалардың ол енді алып келу бір бөлек, жол мәселесі бар. Оларды азық-түлікпен қамтамасыз ету керек, дәрімен қамтамасыз ету, медициналық көмекпен, әрбір бортта жоғары дайындықтан өткен әскери медиктер қамтамасыз ету, яғни барлық жағынан қамтамасыз ету. Тіпті балалардың ойыншығына дейін алдын ала алып қойып, киімдері жылы киіндесе, қыс мезгілі ғой. Сондықтан бұл өте күрделі операция. Ал ерекшелігі неде? Басты ерекшелігі оның гуманитарлық өлшемінде. Бұл жалғыз ғана өлшем. Мен айтамын, басқасын бәрін ысырып қойған өзінде бұл жердегі таразы басында тұрған тек қана бір мәселе болды, ол балалардың тағдыры. Ол балалар ішінде біразы жетім балалар. Олар әке-шешелерінің қателері үшін жауапты емес. Олар қайткенмен біздің балалар. Ол балаларды әрбір бала үшін күресуіміз қажет, болашақ үшін. Бұл мемлекеттің балаларды соғыс жағдайында қалдырмағандығы. Егер ол балалар қала беретін болса, бұл ертең балалардың тағдыры, қаншама ертең адамдардың тағдыры бұзылды деген сөз. Екіншіден, бұл балаларды ертең басқа мақсатта біздің елге де қарсы қару қылып пайдаланбайтынына кім кепіл? Бұл операцияның бірден бір мақсаты, ерекшелігі бұл балалар да аман есен қалғанның барлығы біз дауласуымыз мүмкін, айтысуымыз мүмкін, келісуіміз мүмкін, келіспеуіміз мүмкін, бірақ ең біріншіден кезекте тұрған балаларды қайтарып алып келген. Балалар қайтарылды, олармен тиісті жұмыс жасалып жатыр. Сондықтан бұл да бір жағынан сол балалардың амандығы қамтамасыз етілді, екіншіден сол арқылы еліміздің қауіпсіздігінің мәселелері де шешілді. Себебі бұл ертең бізге екі еселеніп, бірнеше еселеніп бізге жаңа формада қауіп төнуі мүмкін еді. Сондықтан кейбіреулер айтып жүргендей қайтарғанымыз дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, енді бұл басқа тақырып. Дегенмен де бұл өте маңызды операция болды. Сондықтан бұл жерде ұмытпау керек, әрине бұл қауіпсіздік тұрғысынан жасалынған операция, әскери күштердің тіпті қатысуын талап етілген операция, бірақ мақсаты ерекшелік оның гуманитарлық өлшемінде. Сол үшін де шетелде, халықаралық деңгейде Қазақстанның бұл әрекетін жоғары деңгейде бағалайды. Қазақстан осында жақсы үлгі көрсетті.
Себебі қазір Сириядағы жағдай күрт өзгерді. Ол жерде сол аймақтарда, сол әйелдер мен балалар қайтарылған аймақта қазір әскери іс-қимылдар жүріп жатыр. Егер де Қазақстан соны табанды түрде тездетіп жүзеге асырмағанда, қазір бұл әйелдер мен балалардың жағдайы қандай жағдайда болатыны белгісіз. Олар енді біразы сол жақтағы түрмеде немесе босқындар лагерьсінде орналасқан болатын. Күні кеше хабарлар келіп жатыр, әскери қимылдардың салдарынан ол жаңағы лагерь мен орындардағы күзет әлсіреп, бірқатар нелер босап кетіп жатыр деген сияқты. Сондықтан уақытында жүзеге асырылды. Енді уақыт өткеннен кейін көріп отырмыз, уақытында жүзеге асырылған екен. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, осы жусан операциясын даярлау барысында келіскендер де қарсы болғандар да бар деп. Қоғамда сыңаржақ пікірлер туындап жатты. Көп жағдайда, мысалға, қарсы келіп жатқандар бар. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Меніңше басым көпшілік қанша дегенмен түсінеді, қолдайды. Себебі мен енді елдің арасында жүрем. Жусан операциясына байланысты маған да сұрақтар қойылады. Әлеуметтік желілерде де сұрақтар қойып жатады. Дұрыс па, дұрыс болмады ма, өз пікірлерін айтып жатады. Елді аралап жүрген кезде, жастармен кездескенде, енді негізгі қызметімен басқа мәселелермен байланысты саяси, бірақ әйтеуір міндетті түрде жусан операциясы бойынша сұрақтар қойылады маған. Қай жерде жүрсем, шетелде де жүрсем де, шетелдегі қазақ жастарымен кездессем де маған осы жусан операциясы бойынша сұрақтар қойып жатады. Дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма. Басым көпшілігі түсінеді. Әрине қауіптенеді, сескенеді, күмәнданады, бірақ түсінеді, қолдайды. Неге? Тағы да айтып отырмыз, адамның тағдыры. Бұл араларымызда жүрген адамдар ғой енді, қанша дегенмен. Олар қателесті, алданды, арбанды, кетті, біреу мерт болды, біреу адасты, жоғалды. Ал олардың соңынан еріп барған немесе сол жақта жүріп жаңағы қосылып сөйтіп балалар табылды. Ол балалар кінәсі неде? Олар да сондай басқа өмірге лайықты ғой. Олардың көргендерінен туа салып көргендері соғыс. Шетелде кетті, соғысқа кетті, бірақ біз одан бұрып алып кетсек, ол тағы да дұрыс емес. Сосын кейбіреулер ойлайды, оларды қайтарсақ қауіп жоғары, қайтармасақ қауіп төнбес деп. Жоқ, қателеседі. Террористік топтардың барлығы олар белгілі бір ойындардың құралы. Олар өздігімен өздері соғысып жүрген жоқ. Оларды біреу бағыттайды, оларды біреу ақшамен, қару-жарақпен, тағысын қажетті заттармен қамтамасыз етеді. Олар сол мақсат, басқа біреулердің мақсаттары мен мүдделерін орындаушы күштер, қару. Олар біреудің қолында қару. Яғни олар тектен-тек өздерімен өздері жүрген жоқ, оларды біреу пайдаланып отыр. Сол сияқты ол жаңағы қайтарылған ер азаматтар болсын, әйелдер болсын, балалар болсын, олар да қараусыз қалмас еді, қалмайды да. Мен білетін деректер бойынша сол лагерлердің өздерінде жатқан кезде оларға біршама тараптың өкілдері келіп, басқа бір елге алып кетеміз деген секілді ұсыныстар, ойлар да айтылған. Неге? Себебі сол елдердегі белгілі күштер оларды жинап алып, ертең болашақта басқа бір жағдайлар үшін, басқа бір қажетті жағдайлар үшін қажет болып қалатын қару есебінде пайдаланбасқа ондай ойлардың болмауына кім кепіл? Біз білеміз, өкінішке орай террористік ұйымдар ол сонда геосаяси мүдделерінің іс жүзіне жүзеге асырушы құралы ғана. Қазіргі заман өзгерді, прокси war деген пайда болды, жанама соғыс, тікелей ешкім соғыспайды, алдыға соларды салып қойып соғысады. Оларды да ертең біреулер пайдаланады. Басқа бір бағытта біздің елге де қарсы пайдалану мүмкін. Әрқашанда осындай әрекеттер бар. Осының алдында да талай әрекеттер болды. Біздің азаматтардың басын қосып, біздің елге қарсы әрекет жасататын осында ұйым құрулары келді. Егер де осы балалар мен әйелдер қала беретін болса, олардың да бастарын қосып, жинап, дайындап, ертең біздің елге қарсы тұрақты түрде жұмыс істейтін топ ұйым ретінде құрар еді. Сондықтан оларды қайтару арқылы біз сол болашақ үлкен қауіп қатерлерді алдын алдық.
осы жағынан ешқандай да күмән ешкімде болмау керек. Бұл қай жағынан да дұрыс қадам болды. Гуманитарлық жағынан да дұрыс қадам болды, қауіпсіздік мүдделер тұрғысынан да дұрыс қадам болды. Бүгін ұлттық қауіпсіздік органдары Жусан арнайы операциясы негізінде қайтарылған 14 содырға қатысты істі тергеуді аяқтап, сотқа берілді деген хабарлама таратты. Осы тұста Қазақстандағы терроризм қаупінің деңгейі қандай? Сол жөнінде айтсаңыз. Терроризм қауіп-қатері бүкіл әлемді жайлаған қауіп-қатер. Ол глобалдық, жаһандық сипатқа ие болды. Бірде-бір ел қазір кепіл бере алмайды. Осы жуырда биылдықта Нова Зеландияда да тіпті теракт болып, басқа бір елде. Оның формалары да әртүрлі мүмкін, міндетті түрде діни, басқа да көріп жатырмыз. Европада да оңшыл радикалды топтар, тағысында басқа. Тіпті ешқандай несіз де, нақты бір ұстанымсызды жасай береді. Адамдардың әрекетіне болжау жасау қиын. Санасын кез келген идея улап жіберуі мүмкін. Адамның санасы өте әлсіз. Бір адам екінші адамға қарай өкінішке орай оп-оңай қаруды көтеріп, күш зомбылық пайдаланса, оны күнделікті өмірде көріп жүрміз. Сондықтан терроризм бұл біздің елге ғана төніп тұрған қауіп емес, ол бүкіл әлемді жайлаған, өкінішке орай бұл вирус, сондай қауіпті қоғамдық құбылыс, әлеуметтік құбылыс. Қазақстан да осы қауіп-қатермен осындай тап болды бірнеше жылдар бұрын. Бірақ алдын ала тиісті шаралар, дайындық жұмыстар жүргізудің арқасында бұл қауіп-қатердің терең жайылуына жол берілмеді. Әрине қайғылы оқиғалар орын алды, террористік шабуылдар да жүзеге асты. Соңғына 2011 жылға, 12 жылға, сосын 16 жылға Ақтөбедегі теракттер әрине үлкен не болды, соққы болды. Бірақ бұл жерде бір нәрсені айтып өту керек. Үнемі мен қайталап жүрмін, осы кездесулер, дәрістер оқу барысында Қазақстан терроризммен күресу жылдары үлкен неге жібермеді. Яғни біз бұл террористік ұйымның, террористік қауіп-қатердің институционалдығына жол бермедік. Оның яғни террористік топтардың, террористік пиғылдардың ұйымдасуына жол бермедік. Қазір уақытта Қазақстанға қарсы тұрақты түрде жұмыс істеп отырған нақты бір топ, ұйым жоқ. Яғни қаншама жылдар бойы жүргізіп жатқан күрестің ең үлкен көрсеткіші де жемісі біз Қазақстанда терроризмді институционалдығына жол бермедік. Басқа бір елдердің жағдайын қарайтын болсақ, көрші елдердің қараңыз, оларға қарсы бір емес бірнеше ұйымдасқан, сол азаматтардан тұратын топтар ұйымдаса отырып, қарсылық көрсетіп отыр, әрекеттер жоспарлап жүзеге асырып отыр. Олардың басшыларының көздерін жойғанымен, ол бәрібір де ұйым болғаннан кейін ол өміршеңдігін сақтай береді, әрі қарай жалғаса береді. Олардың қатары кеңейіп жатыр. Біздің жағдайда керісінше радикалды топтардың қатары азайып жатыр. Сол Сирияда да болсын, мысалға, олардың ұйымдасуына, тіпті сол Сирияда жүріп те олардың да әрекеттері болды. Қазақ жамағаты, тағысындағы басқа деген сияқты құруға деген кешеге алып келіп бүгін сотталып жатқан азаматтардың біразы да сондай топты құруға мүдделі әрекет жасаған азаматтардың бірі. Олардың қазір Қазақстанда сотталып жатқаны сол жұмыстың нәтижесі. Олардың сол жақта түбінде сол мақсаттар жүзеге аспай, ұйымдасу мақсаттары орындалмай, оларға сол жоспардың жүзеге асуына бөгет кедергілердің бәрі жасалды біздің қызметтердің тарапынан. Сөйтіп бұл қауіп-қатерлер алдын алынды. Арнаулы органдар мен құқық қорғау органдары тарапынан алдын алу іс-шаралары, жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді қоғам тарапынан және үкіметтік емес ұйымдар жағынан қандай жұмыс жүргізілу керек? Ең алдымен қоғам тарапынан, азаматтық қоғам тарапынан бұл бағытта мемлекеттің
жүргізіп жатқан жұмысымен толық түсіністік болу керек, қолдау болу керек. Яғни терроризм, қауіпсіздік мәселелерінде бізде әр жақты ұстаным болмау керек. Қоғам, мемлекет бір жақты түрде күресу керек, табанды түрде. Сонда қолдаушылары азаяды, сонда сананың улануына жол бермейді, тағысындағы басқа. Яғни қандай да бір ақтау, қандай да бір аяушылық деген сияқты болмау керек. Қылмыс, бұл қылмыс. Бұны ешқандай бір немен ақтауға болмайды. Кей кезде көріп қаламыз бұл пікірлерді. Жоқ, бұл қылмыс. Әрине, балалардың, әйелдердің жағдайы бір бөлек. Мемлекет керісінше өз тарапынан көрсетіп жатыр ол гуманитарлық принципті. Алданып жүргендер болса да, бірақ бәрібір мемлекет кешірім жасау керек. Бірақ егер де жасалынған қылмыс болса, қолына қару алып, басқа бір адамның өмірі қиған болатын болса, қандай кешірім болмайды? Заң қатал болу керек. Біз яғни заңның қаталдығы, оған барлығының бірдей жауаптылығы жөнінде ортақ жауапкершілігі туралы айтуымыз керек. Бұл біріншіден, яғни осындай азаматтық қоғамда осындай ұстанымды тарату керек, осындай ұстанымды жалғастыру керек. Екіншіден, гуманитарлық тәрбиелік бағытта жұмыс жасау керек. Терроризммен күрес бұл тек мемлекеттің функциясы емес. Кейбіреулер ойлайды, бірдеңе болып қалса, құқық органдар қайда қарады, арнаулы қызметтер қайда болды. Бірақ бұл тек мемлекеттің несі емес, бұл бүкіл қоғамның да жұмысы. Алдын алу, оны байқау, оны сезу. Мен әрқашанда айтамын, егер де туған әкесі мен шешесі баласының қайда, кіммен, не істеп, не жоспарлап, не ойлап жүрген білмесе, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер органдары қайдан біледі? Бізде ондай заман емес қазір. Біз тоталитарлық қоғамда өмір сүріп жатқан жоқпыз. Барлығын жеке бақылауда ұстайтын. Ондай ұстаным да жоқ, ондай мақсат та жоқ. Сондықтан әркім ең болмаса өзінің ортасына жауап беру керек. Өзінің ортасына, өзінің отбасына, өзінің балаларына жауапкершілікпен қарау керек. Бейқамдылық болмау керек. Көп жағдайда қаншама қылмыскерлердің жағдаймен танысып, олармен колонияда кездестім, сөйлестім, енді зерттеу мақсатында. Қаншама азаматтармен осындай мақсатта кездесіп жүрмін, тілдесіп, сұрастырып, олардың өмір жолдарын не себеппен болады. Сонда көзге түсетіні жауапкершіліктің болмағаны, немқұрайлық, отбасында, ортасында ешкіммен өмірмен қызықпай, проблемаларына үңілмегендігі, бәрі осыдан басталады. Мен енді бұл мәселемен терең зерттеп айналысып жүргеннен кейін әрине бұл проблеманың экономикалық, әлеуметтік өлшемдерін білем, түсінемін. Бірақ түптің түбінде осындай проблемалар бір нәрседен туындайды. Немқұрайлық, бейқам, көзқарастан туындайды. Біз мән бермейміз, біз ойлаймыз, бұл бізге қатысты емес деп. Жоқ, терроризммен күресу үшін, бұл жемісті болу үшін бұл күрес, бұндай қауіп-қатер болмау үшін айналаңдағы ортаң жағдайын біліп отыру керек. Тіпті көшеде, неде жүрген кезде белгілі бір келеңсіз жағдайларға немен қарау керек, мағына беріп қарау керек. Көптеген террористік актілерді алдын алынды қарапайым азаматтардың өз ісіне жауапты қарауының себебінен. Мысалға бір мұғалімнің өзінің сыныбындағы баланың мінез құлқының өзгергендігін байқап, оның туыстарына хабарласып, оны асырап алған шешесі жағдайы не болып жатыр екен, неге бұл бала сондай екен деп өзінің нағашыларына хабарласып, ауылдағы сөйтіп мысалға анықтап кездейсоқ жағдайға біліп қалады. Немесе Алматыдағы бір оқиға болған, осындай террористік акт дайындалатында қылмыскерлер жауапсыз затты дайындап орнатып кетеді, бірақ оны көшені тазалап жүрген қызметкер ол күдікті нәрсені алып, әдейі қоқыс жинайтын
контейнерге салып уақытында байқап не істейді. Яғни ол егерде уақытында келмесе, оны мұқиятпен ағаштың арасынан іздеп алып тауып алып соны салып қоймаса, мүмкін ол қылмыскердің жоспары жүзеге асармайды. Немесе бір қылмыскер болды, бір әуе компаниясына қызметкерге жұмысқа тұрғысы келген, бірақ кадр қызметіндегі қызметкер оның құжаттармен танысып отырып, оның құжаттарын дұрыс толтырмаған емес, ал ішіндегі кейбір фактілер оған күмәнді болып, ол неден өткізбей қояды комиссиядан. Қарап отырсаңыз, кішкентай ғана факт, бірақ біз кей кезде білмейміз ғой, біз немен тап болып отырмыз, жақсылық па, жамандық па. Біздің кішкентай ғана бір әрекетіміз біздің қоқыс тазартып жүріп, ол айтып отырмын ғой, егер де ол ерінбей, жалықпай, әрбір бұрышты тазаламай, таңғы уақытта сөйтіп ерінбей көрінген нәрсенің барлығын жинап тазартып жүрмесе, адал атқармаса, ол ертең қаншама адамдан өміріне не әкелер еді мысалға. Сондықтан мен айтамын, терроризм болсын, басқа да келеңсіз, жағымсыз осындай қауіпті құбылыстармен күресудің бір жолы ол жауапкершілік. Ол ортақ барлығымыздың жауапкершілігіміз. Әр деңгейде жауапкершілік. Отбасыдан бастап қызметтік, кәсіби тұрғыдағы жауапкершілік.